истихбарды көп жасау арқылы жақсылық келген кезде жамандық кетеді дейді ғой. Адамзат болғаннан кейін мына нәпсі деген бір адам ішімдікті ішу күнәсін тоқтата алмай өз сол күнәсін жалғастырады. Бір адамдар жаңағы темекі шегудің өзі мысалы сол арқылы ақшасын ысырап қылып денсаулығына зиян тигізіп жатады. Көп қой мысалы адамның әркім өзінің нәпсісіне ерік беріп тоқтата алмай жатады. Сондықтан оның басына келген мына қандай бір күнә болса, осы күнә үшін үлкен бір сынақ болып тұр. Негізі сол күнәні жасамаудың өзі де бір не болады? Сабырлардың иесі бола алады да. Бұл сабырлық ете алмай жатыр, сол күнә жасауды сабыр жасай алмайдыр. Сондықтан да сол күнәні тоқтату үшін не істеу керек? Барынша жақсы амалдарды көбейту керек. Яғни Алладан кешірім сұрауды тоқтатпау керек. Артығымен жасау керек. Соның нәтижесінде бәлки истихбарды көп жасау арқылы дейді, жақсылық келген кезде жамандық кетеді дейді ғой. Сол сияқты жақсылықтар келген кезде оның орнын басатындай жақсы амалдары болу керек.